Сәлем барлықтарыңызға, сіздермен Арайдың асханасы өте дәмді болып шығатын голубцы дайындаймыз, яғни фаршированный перец. Бізге ең алдымен керегі осындай болгарский, алдын ала тазалап, бәрін ашып дайындап қойдым. Одан соң күріш және де фарш керек. Күрішті қайнатып алудың қажеті жоқ, мен дәл осылай бірден пісіретін боламын. Одан соң жарты пияз, оны біз фаршқа қосамыз. Пияз, помидор, картошка, сәбіз керек. Алдымен біз пиязымызды майдалап турап аламыз, барлығын алдын ала турап дайындап қоямыз. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Қызып тұрған қазанымызға кішкене ғана май құйып, пиязымызды алдын ала қуырып аламыз. Пиязды сарғайғанша қуыруларыңыз керек. Одан соң оның үстіне помидорымызды немесе томат салып қуырамыз. Тағы да үстіне картоп және де сәбізімізді салып 5 минуттай қуырып аламыз. Енді оға дейін біздің күріш фаршқа майдалап туралған пиязымызды салып, дәміне қарай тұз, дәмдеуіштер қосып жақсылап араластырамыз. Одан соң біздің болгарскийімізге осылай салып шығамыз. Бұл жерде айта кететін жайт, достар, нығыздап салмаңыздар. Егер нығыздап салсаңыздар, біздің піскеннен соң барлығы жыртылып кетеді. Сол үшін іші міндетті түрде бос болуы керек. Яғни бұл жерде біз күрішті пісіріп алмадық, сол үшін өте бос қылып саласыздар, өйткені күріш піскеннен соң ісінеді. Соны ұмытпаңыздар. Міне қараңыздар, осылай бос болып тұру керек іші. Одан соң біз қазанымызға суымызды құйып, бір қайнап шыққанын күтеміз. Мінеки қайнап шыққаннан соң біздің болгарскийларымызды саламыз. Тағы да қайнап шыққаннан соң дәмін көреміз. Егер сол дәміне қарай тұзды қосасыздар. Енді тағы да қайнап шыққаннан соң өте баяу отта 1 сағаттай пісіріп аламыз. Мінеке достар, біздің голубцымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ішін қарасаңыздар, күріші піспей қалады деп ойламайсыздар, барлығы пісіп өте дәмді болып шығады. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз ойларыңызды білдіріңіздер. Сіздермен қоштаспаймын. Келесі видео рецепті кездескенше астарыңыз дәмді болсын.